Сіз бұны білесіз бе? Картада Түркістандағы Қарақалпақлар ханлығы көрсетілген. Бұл ханлық 1670 жылы Күчік хан тарапынан түзілген. Кейінгі дәуірде Есім Шуақ, Табырчақ, Жахангер, Қайып Есім Мұхаммед, Сұлтан Мұрат, Қайып екінші ханлар билік еткен. Петиш Иванов материалы по истории Қарақалпақов минетіндегі мағлұматлар бойынша 18 ғасыр басында Қарақалпақ ханларының иелеген аймақлары картада сәулеленген. 1710-нан 1720-ға дейін жылдары Қарақалпақ ханлары Түркістан Сырдария бойларынан арқада Башқұрт жерлеріне шекем, батыста Еділ бойларына шекемге аралықта билік еткен. Табырчақ, Есім Шуақ, Есім Мұхаммед ханлар Арал елін біраз уақыт басқарған. Сибир деректерінде Қарақалпақ ханы Қайып екіншіге Хиуа ханлары бағыншы болған. Қайып Арал еліне Мамай сұлтанды хәкім етіп тағайындаған. 1720 жылдары Қарақалпақ ханы Есім Мұхаммед Россия менен хат алмасуларды алып барған. 1725 жылы Түркістанға жоңғарлар шабуыл еткенде Қарақалпақ ханы Есім Мұхаммед сауашта қаза болған.